Арма ағайын аптаның ең айшықты деген оқиғаларын өздеріңізге жеткізуге дайынбыз. Ендеше назар сізден, талдау бізден болсын. Ұлыс медиа қатарына қосылып, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Сонымен андатпа. Тоқаев үкімет ұсынған қосымша құн салығы тым жоғары екенін мойындады. Қазақстан президенті бұл мәселеде барлық тараптың пікірі ескерілуі керектігін айтты. Олжас Бектеновтің үкімет басында отырғанына тура бір жыл толды. Халық премьер-министр туралы не айтады? Айтпақшы, желіде үкімет мүшелерінің жалақысы жарияланды. Аз ба, көп пе, оны елден сұрадық. Тимур Құлыбаев мемлекетке $1 миллиард көлемінде қаражат пен инвестиция құятын болды. Бізді тыңдайтын құлақ жоқ. Маралда ауылынан бір топ тұрғын Астанаға келіп көмек сұрады. Қаңтар оқиғасында қаза болған Еркебұлан Сыбықбаевтың таксилетіп жүрген әйелі көлік апатынан қаза болып, 4 баласы жетім қалды. Бұл отбасыға әкім Досаев неге дер кезінде көмек бермеді деген заңда сұрақ туындайды. Әрине, бәлкім қайғының алдын алар ма едік дейсін. Бәрін тарқатып айтып береміз, бізбен бірге болыңыздар. Қазақстан үкіметі қазына қаражаты қайда жұмсалатыны неге жасырады? Қосымша құн салығы 20%-ға дейін өседі деген ақпардан кейін шыны керек, қазір үкіметтің, оның ішінде Олжас Бектенов пен Серік Жұманғариннің тандеміне қыраға қарап отырғандар көп. Республикалық бюджет тапшылығын тек салық түсімдері арқылы толтыру мәселесіне бір жақты қарау қаншалықты әділетті. Әрине, шешінген суға түсуден тайсалмайды дегендей, биліктің экономика секторына жауапты азаматтары қара бет болғысы жоқ. Салықты көтеруді белсенді түрде насихаттай береді. Осы орайда Ұлыс медиа сайты мемлекет қандай шығындарды үнемдеуге болатынын зерделеп көрген еді. Бір байқағанымыз, бюджет ақшасын жұмсауда үкімет ашық саясатты ұстанбайтын сыңайлы. Сонымен қазір талқылауда тұрған нөмір бірінші тақырып әрине қосымша құн салығын арттыру, өсіру. Осы аптада үкіметтің бастамасына қарсы петиция да пайда болды. Оның авторлары Алматы қалалық адвокаттар алқасының адвокаты Жангелді Сүлейменов пен Астана заң консультанттары палатасының төрағасы Әнуарбек Сқақов. Екеуінің де уәжі қосымша құн салығының шегін 15 миллион теңгеге дейін төмендетуден бас тарту керек. Қазір ол 78 миллион теңге. Соның өзінде кәсіпкерлерге ауыртпалық туғызып отыр. Себебі министрлер кірісті емес, жалпы тауар айналымын ғана есепке алады. Қосымша құн салығы есебіне қою кәсіпкерлерді өз тауарлары, жұмыстары және қызметтерінің бағасына қосымша құн салығын қосуға міндеттейді. Сәйкесінше салық мөлшері 20%-ға дейін артады. Осылайша ең төменгі баға кемінде 20%-ға көтеріледі. Бірақ шын мәнінде бұл көрсеткіш одан да жоғары болмақ делінген петицияда. Былтыр Олжас Бектенов премьер-министр қызметіне тағайындалған кезде жаңа үкіметтің алғашқы отырыстарының бірінде республикалық бюджет шығыстарын оңтайландыру мәселесін көтеріп, бұл кездегі экономикаға жауапты министр Нұрлан Байбазаров екеуі үнемдеуді мемлекеттік органдардың шығысынан бастамақ болған еді. Әсіресе оңды-солды іс-сапарларға шығатындары сыналған тұғын. Кейін оның шетелден инвестиция тарту үшін қажет деп қалдырды. Бірақ Тоқаев былтыр қарқ қылып сырттан ақшаның келмегенін айтты. Демек, бұл да тиімсіз шығыс. Тәуелсіз сарапшылар мен экономистер де үкімет үнемдейді қаласа, өзіне ревизия жүргізсін дейді. Көзсіз көп берілетін субсидия азайтып, шетелге шығып кеткен қаржыны қайтару қажет. Бірақ үкімет ең оңай жолды таңдап, салықта еселеп көтеруді қаптап отыр. Осы жылдар ішінде миллиардерлердің қайсысы салық жеңілдіктерін алды? Осы сұрақты Ұлыс медианың кезекті подкастында талқылаған едік. Спикер ұлттық экономика вице-министрі Азамат Әмірин. Ол үкімет бұл шараларға неге барғанын, жаңашылдықтар кімге қатты әсер еткенін түсіндіруге талпынды. Товар фактически еще не пришел на полки магазина, он еще не продан, а уже у предпринимателя возникла обязанность заплатить налог уже сейчас. А кто у нас был освобожден от НДС? Аптеки, значит, лаборатории вот, различные, которые проводят анализы. Вот Олимп, всякие, где мы платим анализы, вот они не платили НДС. Когда была пандемия, никто не снизил цены лекарств, никто не снизил цены анализов. Как это было допущено? Строительные компании тоже освобождены. Получается, до сегодняшнего дня банки за банковские переводы комиссии они не платили. Есть МФЦА, есть, например, Астана Хаб. Частные школы и частные садики, они не платят НДС? Сейчас у нас все налогоплательщики доходят до уровня порога НДС.
и начинают дробиться. Уж надо с ними бороться, а из-за них сейчас, получается, все попадают, это же Не нечестно. так. Да, все начали дробиться и скрывать свои доходы для того, чтобы не становиться в качестве плательщика НДС. Мы штрафы не планируем. И прогноз по штрафам мы не доводим налоговому. Я вот боюсь, что вот эти все ваши жесткие моменты сейчас, когда в Мажилис зайдете, это все исчезнет каким-то образом. Мораторий на строительство административных зданий. Здесь, если мы что-то делать не будем сейчас, мы добьемся там каких-то целей, это очень достаточно сложно. Сұхбаттың толық нұсқасы YouTube арнамызда тұр, өтіп көруге кеңес беремін. Ал Атамекен палатасының басқарма төрағасы Райымбек Баталов үкіметтің бұл шешімін құптамаймыз деп отыр. Оның бұл ұстанымын 800-ден астам бизнесмен қолдаған. Бизнес қауымдастық арасында кеңінен талқыланып жатқан тақырып қыс мөлшерлемесіне ерекше назар аударғым келеді. Біз мөлшерлеменің өсуін қажетті есептеулермен негізделуі тиіс деп санаймыз, және оны бір жолға 20-ға дейін арттыруға қарсылығымызды білдіреміз. Улус медиа тілшісі қоғамда шу шығарып жатқан қосымша құн салығын көтеру жобасының авторы кім деген сұрақты ұлттық экономика министрі Серік Жұманғаринға төтесінен қойған еді. Бірақ шенеунік журналистермен сөз таластырып, ақырында оны не істейсіз деп қайырды. Мұнысы енді әрине ұяттау шықты. Оны не істейсіз? Автор кім екен? Жоқ, енді жұртты білген артық деп ойлайсыз ба, оны кім екен? Деген үкіметтің инициативасы 28 осы қаңтарда үкіметтің кеңейтілген отырысында мен бағдарлама жасадым. Бәрін анық айтты. Менің бағдарламамда сіз бір сөз естіген жоқсыз. Жоқ, мен естідім. 20% туралы. Сол себепте осы әңгімені қою керек. Экономистермен бұл қазір болса бизнес өкілдерімен, сарапшылармен өз арамызда пікір алмасуы бар. Содан кейін үкімет өзінің шешімін қабылдап, парламентке кіргеннен кейін сіздер білесіздер. Біздер қазір ертең бір үлкен президенттің ірі бизнеспен кездесуі болады. Содан кейін сағат 3-те мен Атамекен алаңына шығамын. Райымбек Анварұлымен. Содан кейін бір подкастқа барамын. Келесі аптадан бастап дүйсенбі күні 6 жұмыс тобы бүкіл өңірлерге шығады. Бүкіл өңірлерде бизнес өкілдерімен біздер кездесеміз. Ішінде мәслихаттың депутаттары болады. Солармен бәрін талқылаймыз, сөйлесеміз, содан кейін пікір алмасып, енді шешім қабылдаймыз. Қазір ол туралы айтуға ерте. Әрине қоғамдық резонанс тудырған жаңа салық кодексінің авторын іздеп табу оңай шаруа емес. Ешкім бұл менің идеям еді деп ақжалауын желбіретіп халық алдына шықпайды. Салық бойынша кеңесші Балжан Бақытқалиқызы қосымша құн салығы неге кедейлерге ғана салынатын салық деп аталатыны түсіндірді. Ол егер бұл салық салынса, онда бизнестегі ақша айналымы 100 миллион теңгеден асатындарға ғана салынуы керек деп есептейді. Ал оның межесін 15 миллионға дейін түсіру барып тұрған масқара дейді сарапшы. Жалпы қосымша құн салығының бұл жерде пайыздық ставкасының өсуінде ғана емес мәселе, оның минималды шегінің төмендеуінде. Неге ол қатты жан айқайын туғыздырады? Себебі минималды шекті анықтаған кезде біз кәсіпкерлердің таза пайдасы ескерілмейді. Олардың, яғни халық айтады ғой, грязный доход, яғни айналым. Содан қарап, қосымша құн салығына есепке тұрады ма, тұрмайды ма, соны анықтайды. Мысалы, мен көп кәсіпкерлерді көріп жатырмын, соның біреуі бар, мысалы, тендермен айналысқан, бағаны білмей қалды, ұтылып қалды, минусқа істеді, бірақ оның саудасы ертең 15 миллионнан асып кетсе, ол жаңағы қосымша құн салығына есепке тұруға міндетті да. Ол пайда көрмей, яғни. Ауылдай кәсіпті жасап жүрген кімдер? Жұмысқа тұра алмағандар, жұмысқа кіре алмағандар, жан бағып, өздерін қол жаймай, жұмыссызбын деп жатпай, қандай да бір әрекет жасап жүрген қарапайым халық. Ондай өте көп. Мөлшерінің төмендеуі мүлдем сұмдық. Барлығы бухгалтер емес, оның бәрі түсіне беретін. Оны түсінетін эксперттар, білетін адамдар 15 миллионға төмендеуі мүлдем бізге пайдалы емес. Ол дегеніміз байлар бай береді, орта төмендейді, яғни кедей халық, жан бағып жүрген қарапайым
халық дала безіп кетеді. Иә, егер де қазіргі табысты қазіргі түрде қалса, яғни таза пайдасы ескерілмейді ғой бұл жерде. Бұл жерде айналым. Ол айналымды сен минусқа істедің ба, плюсқа істедің ба, ол ескеріліп тұрған жоқ қой. Оның орнына арнайы салық режимдарын бір күрделендіреді едім. Мысалы, қазір біз неге бұны бәрін қосымша айтамыз? Себебі бізге бөлшек сауда салық режимін азайтамыз деп жатыр. Бұл деген масқара. Бұл кәдімгідей масқара жағдай. Көбі базардан заңсыз, яғни заңсыз неге үкімет бізде рұқсат беріп отыр базардың барлығына заңсыз жұмыс жасауына? Неге содан бастап алмайды? Серік Жұманғарин айтып отыр. НДС-тің өсуі дейді, яғни ол тек қана аз мерзімді, яғни узкий кругқа, яғни аз адамдарға ғана әсер етеді, ықпал тигізеді дейді. Өте өтірік. Ол кісі білмеймін енді түсінбейді ма, мысалы бөлшек сауда қалады, сол магазинде сататындар олар ары қарай жұмыстарын жалғастыра береді бөлшек саудада дейді. Бірақ та ескерейік, НДС қай уақытта төленеді? Қосымша құн салығы. Қосымша құн салығы ең бірінші төленеді шет елден тауар кірген кезде. Сен қосымша құн салығының есебінде тұрсың ба, жоқсың ба, сен оны төлеуге міндеттісің. Ал біз Қазақстан импортқа тәуелді елміз. Неге мен айтамын, байлар байит, кедейлер арға қайыршы болып кетеміз? Себебі, мынаны қараңызшы, қосымша құн салығы ол республикалық бюджетке түседі, яғни. Қосымша құн салығы ол қайтып келетін ақша. Кәдімгі тірі ақша. Мен егер Қазақстанда қосымша құн салығымен тауарларды сатып алып, оның барлығын экспортқа жіберетін болсам, мысалы, оны ірі кәсіпкерлер ғана жасай алады, кішкентайының қолына мүлдем ол келмейді, жасайды. Және үкіметтен сол мен кезінде сатып алған қосымша құн салығы үкіметтен ақша қылып аламын. Түсінікті ма? Яғни қосымша құн салығы ол алынып сатылатын салық. Мен адамдар келіспеуі мүмкін, бірақ менің жеке басы ойым, ол алынып сатылатын салық. Ал енді мына бөлшек саудада отырған кәсіпкерлердің біз төлейтін салықтар, яғни жеке табыс салығы, корпоративтік табыс салығы, ол сол бюджетке түседі. Сол жергілікті акиматта жүреді, ол қайтып келмейді. Одан да қосымша құн салығының мөлшерін төмен, яғни пайыздық мөлшерін көбейтіп, оған өту мөлшерін минималды төлемді түсіргенше, осы шағын кәсіпкерлерге арналған пайыздық ставканы қойса бір адал. Есеппен салықтың басқасында жүрген мамандар бәлкім қоғамдық талқылаудан кейін үкімет әлеуметтік дүмпуден сескеніп, қосымша құн салығының пайызын 20%-дан түсіру мүмкін дейді, мәселен 16-15%-ға. Бірақ бұл бәрібір кәсіпкердің салық төлеу санатына жататын шекті межені көтермейінше бекеріс. Қалай болғанда да ұлттық қордан ақшаға қол салудан қағылған үкімет бюджет жыртығын жамау үшін салықты көтермей қоймайтыны да түсінікті. Өйткені бұл жоспар 2024 жылдың 30 шілдесінде Қазақстанның 2029 жылға дейінгі даму стратегиясы бойынша әзірлеген құжатқа енгізіліп қойған. Ал құжатта президент әкімшілік жанындағы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі дайындаған. Авторын солар деп айтуға да болар. Яғни бұл Олжас Бектенов бастаған командаға берілген тапсырма ғана. Әрі халықтың қалтасына қол салу ең оңай жол. Өйткені келіп жатқан инвестиция жоқ, мұнайдың бағасы да құдырғалы қашан. Сонымен Ақордада өткен отандық бизнес өкілдерімен кездесуде Тоқаев үкімет ұсынған қосымша құн салығы мөлшері тым жоғары екенін мойындады. Үкімет бұл мәселені депутаттармен және сарапшылармен егжей-тегжейлі талқылауы керек. Бүгін айтылған ой пікірлер де ескеріледі. Мемлекетке барынша оңтайлы шешім қажет. Яғни бір жағынан бизнес жүргізуге кедергі келтірмей, қолайлы жағдай жасайтын, ал екінші жағынан салыққа қатысты тәртіпті күшейтіп бюджет кірісін арттыратын тиімді жолды табуымыз қажет деді Тоқаев. Экономика салаларының ерекшеліктерін ескере отырып, түрлі нұсқаларды әзірлеу керек. Қосымша құн салығына қатысты бұған дейін көзқарасымды білдірмеген едім. Өйткені қызметтік дәрежеме сәйкес, менің әрбір сөзім, пікірім қатаң тапсырма сияқты қабылданады. Соған қарамастан бұл мәселе бойынша ойымды жеткізгім келеді. Қалай десек те, қосымша құн салығының мөлшерлемесі сараланып белгіленуге тиіс. Бір анығы, үкіметтің қазіргі ұсынып отырған мөлшерлемесі тым жоғары. Сіздер нақты цифрды айттыңыздар. Оны қоғам қызу талқылады. Тіпті кей жағдайда артық сөздер де айтылды.
Дегенмен бұл қоғам талқысына алдын ала салынған ұсыныс болатын. Тағы қайталап айтамын, үкіметтің бұл бағыттағы жұмысы бизнес, қоғам, кәсіпкерлер, сарапшылардың, яғни барлық тараптың пікірі ескеріле отырып жалғасуы керек. Президент бұл мәселеде барлық тараптың, яғни бизнес, қоғам, кәсіпкерлер мен сарапшылар пікірі ескерілу керегін айтты. Ақорда жариялаған фото-видеода кездесуге Forbes тізіміндегі олигархтардан Қазақстандағы ең ауқатты адамдардың бірі миллиардер Тимур Құлыбаев, Болат Өтемұратов, Биайгөп директорлар кеңесінің төрағасы Айдын Рахымбаев, Алюр директорлар кеңесінің төрағасы Андрей Лаврентьев, Астана Моторсқа ие Нұрлан Смағұлов, Freedom Holding компаниясының басшысы Тимур Турлов, Халық банк басқармасының төрайымы Үміт Шаяхметова, Каспий құрылтайшысы Вячеслав Ким, Қазақмыс холдингтің құрылтайшылары Эдуард Огай көрінді. Без крупного бизнеса невозможно, как я уже сказал, в полной мере раскрыть потенциал казахстанской экономики. Нам нужны прорывные, крупные проекты. Айтпақшы, 6 ақпан күні осы салық реформасын жүргізуді ұсынған Олжас Бектеновтің үкімет басшысы болып отырғанына тура 1 жыл толды. Қазақстан билігіндегі 13-ші премьер-министр, тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең жабық премьер деуге болады. Су тасқыны кезінде аймақ аралағаны есімізде. Генерал премьер-министр туралы халық не ойлайды? Халық оны тани ма? Үкімет жұмысына қатысты елдің пікірі қандай? Сауалнаманы көре отырыңыздар. Ол кісілер енді өздері біледі, өздері шешеді ғой. Бізден қарапайым халықпен ақылдасып жатқан басшыны көрген жоқпын. Халық өз тіршілігімен өмір сүріп жатыр қазір. Ешқандай басшыдан көмек жоқ, ешқандай не жоқ деп жатады ғой. Енді көбісі, көп халық, қарапайым халықтың тұрмысы нашар. Мынау қаланың ортасы ғана жақсы шығар, енді шет жақтарда өте нашар жерлер көп. Мен мысалы Тұздыбастау деген жерде тұрам, осы жерде қаланың шет жағында. Сонда мысалы қарапайым халықтар общежитиялар деген әлі бар екен. Общежитияда сонда ол кісілер қалай өмір сүріп жатыр. Тапқан табысының біразын жаңа общежитияға төлейді деген, тамақ алады. Ар жағын енді бала шағасын қалай асырайды деген білмеймін енді. Оған енді үкімет әлі ойланып жатыр ғой, не ойланып жатқан білмеймін. Бірдеңе шешер. Да я вообще не знаю, что он сделал там, в принципе. Премьер-министр. Я даже не знаю, как его зовут уже. Олжас Бектенов. Бектенов, да? Но еще прошлого еще знали, а этого даже не знаю. Что он сделал? Да ничего не сделал абсолютно. Ол кісінің жұмысын қалай бағалайсыз 1 жылдағы? Енді білмеймін, барлығына шүкіршілік айтып жүре береміз, бірақ сонда да қымбат, бізде андай бір арзандау деген нәрсе жоқ қой. Қазақстанда ылғи бір нәрсе қымбаттайды керісінше. Ылғи да қымбатшылық. Сонда білмеймін, кім келсе де әйтеуір ылғи қымбатшылық қой Қазақстанда. Сложно, не знаем, там так все сложно. Ему, наверное, трудно, потому что бюджет, да, бюджет там маленький, вопросов много. Наверное, время покажет. Білмеймін, о жағын. Ол кісіген білмеймін, бірдеңе ұсыну деген енді болмайды сияқты. Әркім өз ойы бар ғой. Халық ретінде айта аламыз. Халық ретінде продукт жағынан, не жағынан көп. В основном продукт жағынан кішкене арзандатса деген. Ең бірінші не сол. Жұмысына қандай баға бересіз? Қай үкіметке? Осы Алматының ба? Жоқ. Қазақстан үкіметіне Олжас Бектенов премьер-министрдің жұмысы. Біздің тұрмыс тіршілігіміз сол кісіге байланысты. Сол кісіге байланысты болса, енді кішкене қарастырсын деп ойлаймын. Не айта аласыз ол кісіге? Ол кісіге енді нені жақсарса екен деп? Енді бағаларды кішкене сәл түсірсе деймін, азық-түлікке. Қалған енді киімдер енді бола берсін, жарайды. Ол сондай не болса керек болып тұрса қажет енді. Бірақ тамақсыз адамдар енді қалай болады? Жары қарапайым халқы, кімде жұмысы жоқ, көп сондай адамдар бар ғой, жұмыссыз жүрген. Жалпы қалай баға бересіз? Білмеймін, 4 беретін шығар, 5 бермеймін енді. Үкімет тапсырмасын орындаушы жүйеге де мейлінше салық өндіруді үдетіңдер деген пәрмен берілгені де өтірік емес. Шашал десе бас алатын атқарушылар тіпті 5 минуттан артық көлігін қыздырғандарға да айыппұл салайық деп даурыққаны содан. Бойдақтардан да қазынаға пұл өндіріп алайық деп депутаттың бірі де шықты. Енді міне ойда жоқта ойқастап қазақ тілінде сөйлемейтіндерге 40 000 теңге айыппұл салынсын деген ұсынысын
сөзін әнші Нұрлан Өнербаев инстаграмында пост етіп салған. Неге оның мінісін түсіндірмеген пікір қалдыру функциясында тарс жауып тастаған. Соған қарағанда шенділерден тапсырма алдыма деген ойда қаласын. Бәлкім орысша шүлдірегендерден мезі болып ашынғаны да шығар. Ол жағы енді әншінің өзіне ғана аян. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қазақ тілінде сөйлемеген қазақтарға айыппұл салған дұрыс па? Ол тек қана қазақтарға емес, басқа ұлт өкілдеріне де бәлкім айыппұл салған дұрыс шығар. Ойларыңызды ортаға сала отырыңыздар. Қалай десек те, бір қолайсыз түбі түйсілген кемемен ағысқа қарсы жүзіп бара жатқандаймыз. Ертеңгі күн қайда барады? Ол жағы бұлыңғыр. Тек белгілісі қымбатшылық халқымнан алып ақтыр. Оған геосаясаттағы тұрақсыз ахуалды тағы қосыңыз. Ал сіз қалай ойлайсыз, біз қайда бара жатырмыз? Бензин бағасы өсті дегенше жолаушылар билетінің ақысы да шарықтады дей беріңіз. Әрине, бұл сөздер әннің рифмасына салсаң әдемі естілер, бірақ мазмұны ешбірімізге ұнамаса анық. Әрине, Тоқаев айтпақшы, көрпеге қарап көсілетін шақ келді. Билікте біліксіз топ-менеджерлердің көбі отырғанын ескерсек, мұндай бәсеңкі ұзаққа созылама деп өз басым қорқамын. Осы аптада журналистер ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннен кейін көлік министрі Марат Қарабаевты да қып-қызыл сұрақты астына алған. Әрине, ұлыс медиа тілшісі де өзекті сауалын қойды. Бензиннің қымбаттайтыны белгілі, автогаз қымбаттап кетті, қосымша құн салығы өседі деп жатыр. Осының бәрі такси қызметінің құнына, әуе, пойыз, автобус билеттерінің бағасына қалай әсер етеді? Сіздерде қандай да бір анализ бар ма? Ол жақта жаңарма бағасы нарыққа шығарып жатқан соң, оның нарық айқындайды. Қазірде такси қызметінің бағасы нарықта, яғни оны мемлекет тарапынан ешқандай реттеу жоқ. Бірақ біз күні кеше осы өзін өзі реттеу туралы заң жобасында талқыладық. Сол заң жобасының шеңберінде де біз не беріп отырмыз? Яғни мына алпауыт интернет агрегаты мен такси жүргізушілері өзара келісіп, сондай бір келісімге келсе болады. Мысалы, 1 километр қанша болады, 1 шақырым қанша болады, немесе алу жаңағы пайызы болады ғой агрегаттардың. Соның пайыз алу мөлшерін бірге келіссе болады. Бұл нарықтағы, яғни мемлекет араласпайды. Қысқасы, министрдің сөзінен ұққанымыз, жанар-жағармай бағасы еркін нарыққа жіберіліп, өскенімен темір жол мен ұшақ билеттері мемлекеттік бақылауда, бағаны жұдырыққа ұстаймыз дейді. Тек такси қызметінің еркі өзінде, сондықтан А нүктеден Б нүктеге 800 теңгеге барып жүрген жолыңыздың ақысы енді 1000 теңгеден асып бара жатса, оған үкіметтегілер жауапты емес. Дегенмен, 1 ақпаннан бастап жанар-жағармай нарығы еркіндікке жіберілгеніне қарамастан, әзірге бензиннің ең өтімді маркасы АИ 92-ның литрі үшін 205 теңге деген баға сақталып тұр. Бірақ оның уақытша екені бәсенеден белгілі. Әлеуметтік дүмпуден сескеніп, үкімет бәрібір жанар-жағармай нарығын жанама болса да бақылауда ұстап тұр. Есесіне азық-түлік нарығында ұят жоқ. Базарға күнде барсаң, күнде қымбаттаған бағаны көресің. 2025 жылдың басталғаны енді қаңтардың өзінде ішіп-жемнің құны бірден 5-8% өскен. Әсіресе картоп пен жуаның құны тым жоғары. Картоп тіптен кей өңірлерде тапшы болып кеткен. Сауда вице-министрі Қайрат Төребаев картоп кризисін реттеймін дегенді соңғы 2 аптадан бері айтып жүр. Қазір оны экспортқа шығаруға уақытша тыйым салынған. Тұрақтандыру қорында 87 мың тонна болған, соның 50 мың тоннасы ішкі нарыққа таратылған. Бірақ халық арасында екінші нан аталып кеткен көкөніс бәрібір жетпей жатыр. Вчера я как раз сам. Өзімде Астанадағы сауда нүктелерінен картоптың бар жоғын қарап шықтым. Сатып алдым. Әрине, сапасына қатысты мәселелер бар. Сондықтан ішкі нарықта дефицит болмауын қадағалаймыз. Жарайды, тапшылықтың мәселесін реттерміз әйтеуір, бірақ баға жағын қайтеміз. Қосымша құн салығы өседі дегенді естігеннен бері кәсіпкерлерден де маза қашқан. Мүмкіндік болса, тауарының бағасын өсіруге оларды асық. Бірі өскенімен өспейтін тұрған бір нәрсе бар. Ол жалақы. Ең төменгі еңбекақы мөлшерде өзгеріссіз қалған 85 мың теңге. Аяғы жоқ, жалы жоқ, жылан қайтып күн көрер демекші, табысы жоғарыламайтын қарапайым халық қалай тіршілік етеді? Сіз жалақыңыздың қанша пайызын азық-түлік алуға жұмсайсыз? Комментке жаза кетіңіз. Бұл сұрақты халықтың өзіне де қойып көрген едік. Осы аптаның сауалнамасына кезек береміз. Баға қымбат, тамақтың бағасы қымбат қой. Енді етіңіз 3500-ден болып тұрса,
енді қазақ болғаннан кейін қазығата жалжая жегін келеді, олардың 5.000-нан шығып тұрса етке жетпейді деген сөз ғой. Бірақ енді мен ойлаймын, әрбір отбасы Қазақстандағының тапқан табысының бір 70% сол тамаққа кететін сияқты ғой қазіргі өмірде. Дұрыс тамақтанбасаң денсаулығында болмайды. Денсаулығы жоқ адамдар ар жағында қалған, енді 30%-на денсаулығының дәрі-дәрмегін ала ма, жоқ киім-кешек ала ма, енді өздеріңіз есептей беріңіз соған қарағанда. Где-то около 50% от зарплаты, наверное, тратится на продукты. Семья большая. Айлықтың 60-70% шығар. Көбінесе продуктыға кетеді, тем более қазір қымбатшылық, барлық продукты қымбаттап кеткен. Ай сайын продукты қымбаттайды ғой, былай айтқанда. Нас устраивает с нашей пенсией, которую мы заработали, нас вполне устраивают все цены. Мы все можем себе, мы можем себе все позволить. Иногда можем даже зайти вот в кафе, вот тут ресторанчик есть маленький, посидеть. Да, все нормально. Но мы хорошо, долго работали, у нас зарплата была достойна. Сейчас у нее 200 тысяч пенсии, у меня 200 тысяч тенге. У меня стаж работы 60 лет. А у меня 65. Кім болып жасадыңыздар? Я фармацевт, а я экономист. Продуктыға жетеді, бірақ примерно бір 50% я кетеді продуктыға. 50% бітастырма продукты? Енді біздің стипендия нормально ғой. Нормально ғой. Магистратура или? Азық-түлікке негізі, мысалы, Қытайда болатын болса, бір 20% ғой. 20%. Енді Қазақстанға біз енді жұмыспен келіп жүрміз. Енді Қазақстандағысын айтып не қыламаймын да. Қытайда болатын болса, негізі бір 20% жетеді бізге. Қымбат бәрі. Азық-түлікке примерно 200 кетеді. Алматыда енді сәл кішкене қымбаттырақ. Сізде айлығыңыздың Павлодарда 50% кететіні? Иә. Жалпы бағалар қалай болып жатыр қазір? Кішкене қымбаттап бара жатыр, иә. Сезіліп жатыр. Нан барлық қымбаттап жатыр. Сен қалай сезінесің оны? Білмеймін. Үйдің еркегі менмін ғой. Молодец, үйдің еркегісіңіз. Мен Алакөлде официант болып жұмыс істедім. Қанша табатын едің? Күніне бір 10 мыңдай тауып едім. Бірақ ол сезон бастағанда. Сосын былай айтқанда 3 ай жұмыс істеймін Алакөлде. И соның 3 айын ішінде бір 500 мың тапқан мен. Ол өткен жылы. Сонда сен Алматыда тұрасың ба өзің? Иә, негізі Алматыда тұрам. Алакөлге қалай барып жүрсің? Сол каникулда менде бір апайым бар. Апай, сол главный ғой, былай айтқанда. И сол апарат мені, мен сол жақта жұмыс істеймін. Саған өзіңе қызық па? Не себеп болды жұмыс істеуге? Білмеймін, просто жұмыс істегім келді. Ақша тапқың келді ма? Иә, өзім. Не алдың өзің ақшаңа мысалы? Мен біріншіден киім алдым мектепке. Және үйге продукт алдым өте көп. 100 мың теңге кетті продуктыға. Это мы фури, не квадроберы. Это что? Это субкультура. Премьер-министрдің жалақысы қанша, вице-министрлердікше. Ұлттық статистика бюросының ақпаратына қарағанда, министрлер кабинетінің басшысы Олжас Бектеновтің еңбек ақысы орта есеппен айына 2 миллион 460 мың теңге. Вице-премьерлер де осынша шамада еңбек ақы алады. Бұл Қазақстандағы орташа жалақыдан 6 есеге көп. 2024 жылы орташа жалақы Қазақстанда 390 мың теңге болған. Одан кейінгі жоғары жалақы премьер-министр кеңсесінің басшылығында жетекшісі мен орынбасарлары 1 миллион 880 мың теңге еңбек ақыны місе тұтады. Ал министрлер мен олардың бірінші орынбасарлары 1 миллион 520 мың теңгеден алып жүрген. Бір қызығы, дәл осындай лауазымда отырған әйел министрдің жалақысы ер азаматтарға қарағанда 100 мың теңгеге жоғары болып шыққан. Енді парламентке келсек, депутаттардың айлық жұмысының ақысы 1 миллион 260 мың теңге. Ал әйел депутаттардікі 1 миллион 920 мың теңге. Мұнда да нәзік жанды қызметкерлерге ерекше назар салынған сияқты. Сенаттағы депутаттардың алатыны мәжілістегілерден сәл аздау 1 миллион 130 мың теңге шамасында. Жоғарғы сот кеңесінің төрағасының жалақысы айына 1 миллион 70 мың теңге. Әкім бол, халқыңа жақын бол деген статуспен жүрген 17 облыс пен 3 мегаполис басшысы 1 миллион 690 мың теңгені қанағат тұтады. Мұнда әкім әйелдің жалақысы ер азаматтардың
санаттардан төмен 1.330.000 теңге. Қала статусындағы әкімдердің алатыны 1.100.000 теңге, ал облыс қарамағындағы шаһар басшыларының жалақысы 836.000 теңге. Егер салыстырмалы түрде қарасан, премьерден де көп жалақы алатын өзге лауазымдар Қазақстанда баршылық. Мәселен, ұлттық компанияның топ менеджерлері, мәселен, Қазатомпром компаниясының төрағасы айына 6-7 миллион теңге шамасында жалақы алады. Қазақстан темір жол жетекшісі 3 миллион теңгені місе тұтеді. Қазір IT жоғарғы санаттағы мұғалім, дәрігер, хирург сынды мамандық иелері де қомақты еңбегі ақы алатын мамандықтар санатында. Ал сіздің жалақыңыз қанша? Ортаға ұялмай жаза кетіңіз. Айта кететін болсақ, бұл премьер-министрден бастап депутаттар бойынша жарияланған жалақы туралы ақпарат Курсив медиа басылымында жария болып, 1 сағаттың ішінде материал өшірілді. Ұшаққа сырттан бөгде заттар келіп деген Ақтаудағы ұшақ апатын тексерген комиссия алдын ала қорытындысын жариялады. Былтыр 25 желтоқсанда Әзербайжан Airlines компаниясының бортында 67 адам отырған ұшақ Каспий маңында құлап, 38 адам қайтыс болған. Оның 6-ы Қазақстан азаматы, 7-і ресейлік, 25 марқұм Әзербайжан азаматы. Енді міне арада 1,5 ай өткенде қорытынды есеп Қазақстан көлік министрлігінің ресми сайтына шығып отыр. 10 күнге кешіктірілді. Құжатқа қарағанда экипажға 2 мәрте сырттан соққы жасалған. Сөйтіп басқару жүйесінде ақау шыққан. Стюардесса капитанға 2 жолаушы ордыға жарылып кетті деген Грозный диспетчерлеріне хабар берілген. Бастапқыда двигательге құстар кіріп кетті деп ойлаған ұшақ алдымен Махачкалаға, Бакуге, одан кейін Ақтауға бағыт алған. Арада 1 сағат өткенде, яғни таңғы 6:27-де ұшақ жерге құлаған. Әрине, алдын ала есепте апаттың нақты себептері туралы ешқандай мәлімет жоқ, тек болжам ғана. Бірақ құжатта ұшақ қаптамасын тесіп өткен іздер әуе кемесіне сырттан бөгде заттар тигенін көрсетеді. Киілмен тұрақтандырғыш тетікке көп зақым келген деп жазылған. 25 желтоқсанда ұшаққа қонуы тиіс Грозный қаласында Украинаға зымырандар атылып жатқан. Соның бірі келіп Азер ұшағына соғылғанды. Әзірге толық қорытынды Бразилия мамандарының сараптамасынан кейін айтылуы тиіс. Reuters агенттігінің сенімді дерек көздеріне сүйеніп хабарлауынша, Әзербайжан билігі Embraer 190 ұшағына Ресей әуе қорғаныс жүйесіне тиесілі Панцерес зымыран атқаны анықталған. Демек, тікелей Ресейдің кінәсі. Ұрының артық қуыс демекші, Ресейдің әуе кеңістігіне жауапты Росавиация Ақтаудағы ұшақ апаты бойынша Қазақстан жариялаған алдын ала есеп шығысымен бірден пікір білдіріп үлгерді. Айтқандары нақты тұжырым жасауға әлі ерте деген сарында. Алдын ала есепте ұшаққа бөгде заттар тигенін көрсететін соққы іздері бар айтылған. Бірақ қазақ тарабы ұшақ сыртындағы бұл іздер нақты неден болғанын есепте көрсетпеген. Бұл бөлшектер Ресейге сараптамаға берілмей отырғандықтан, ол заттардың не екенін анықтауға Мәскеудің мүмкіндігі болмай отыр. Ал Ресей президенті Владимир Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков алдын ала есеп туралы пікір білдіруден бас тартты. Ресейдің тиісті органдары бұл есеппен мұқият танысып жатыр. Президент әкімшілігі есеп туралы әзірше пікір білдіре алмайды деген журналистерге. Әзербайжан президенті Илхам Алиев ұшақ апатына Ресейдің өкілдері жауапты деп бірден кесіп айтты. Ресми Кремльдің кінәсін мойындауды және осы оқиғаға қатыстыларды жазалауды талап еткен. Ал Путин болса Алиевтен 2 мәрте кешірім сұрағанымен жауапкершілікті әлі мойнына алған жоқ. Ал Қазақстанның 6 азаматы өлгенін ескерсек, Путин мырза бізден бірде-бір кешірім сұраған жоқ. Жалпы Ресей Федерациясы бүкіл қаза болған адамдардың, отбасылардың осы авиакатастрофада Әзербайжан болсын, қазақстандық болсын, ресейлік азаматтар болсын, оларға төлемақылар болу керек. Аяғын күту керек деп ойлаймын, толыққанды да. Онан кейін уже барлығы кім кінәлі, қалай болды, оны білгеннен кейін барып, ондай талаптар қоюға менің ойымша біздің билік өкілдері жасайды деп ойлаймын. Яғни қазақстандықтардың бұндай талабы орынды деп ойлайсыз? Егерде мұндай жаңа қолдан жасалған апат болғаннан кейін, әрине біреудің жаңағы құнын енді отбасыларына сұрауға менің ойымша біздің толық жаңағы құқығымыз бар. Осы тұста ұшақ апатына қатысты қорытынды есепте нендей мәліметтерге назар аударылуы керек еді деген сұрақ туады. Бұған Улус медиа сайтына белгілі авиамаман Абыл Кекілбаев өз пікірін білдірді. Ол әлі қосымша экспертизалар өткізу керек деп есептейді.
Ұшаққа тиген элементтердің қайдан пайда болғанын тексеруден өткізу қажет. Оны әскери мамандар анықтап айтады. Сыртқы әсер болған соң, әлемдік әскери органдармен жан-жақты жұмыс атқарылатыны белгілі. Тергеудің басты мақсаты осындай жағдайға не себеп болғанын анықтау арқылы алда мұндайға жол бермеу. Адами фактор менен техниканың кесірі болмағандықтан авиациялық комиссия экспертизаларға сүйене отырып қорытынды жасайды. Неге Қазақстан билігі азаматтарының құнын сұрамады деген сауалды журналистер сыртқы істер министрлігі өкілдеріне де қойған еді. Вице-министр Ермұхамбет Қонысбаев апаттан кейін үш елдің президенті, яғни Тоқаев, Әлиев және Путин телефон арқылы тілдесіп бір-біріне көңіл айтты деп қысқа қайырды. Халықаралық авиация комиссиясының ережесі бойынша толық қорытынды 12 айдың ішінде жасалып бітілуі тиіс. Содан кейін ғана қаза болған азаматтардың құнын сұрап, Қазақстан дипломатиялық талапқа сәйкес айыпты деп танылған елге нота жіберуге құқылы, бірақ ондай нота жіберуге біздің саяси әліміз келе ме? Ол екінші сұрақ әрине. Ақтауда ұшақ апатынан қаза тапқан 6 Қазақстан азаматы. Сәндібек Төлесінов 36 жаста, Жаңаөзен қаласының тұрғыны, мұнайшы, артында жұбайы және 4 баласы қалды. Бауыржан Жұмағұлов 37 жаста, ол да Жаңаөзеннен, мұнайшы, 6 баланың әкесі. Марқұм Сәндібек екеуі Өзенмұнайгазда бірге істеген әріптестер. Галина Мақсутова 46 жаста, Ақтау тұрғыны. Гаухар Шаймерденова 49 жаста, Астана қаласының тұрғыны, танымал нотариус. Қасында 11 жастағы ұлы Эльдар болған. Тағы бір ұлы үйінде қалған. Марқұм баласымен Грозныға достарымен жаңа жыл қарсы алуға шыққан. 6-шы марқұм Сәлима Жұтаева 29 жаста, Қостанайда тұрған. Путин бастаған соғыстың кесірі осылайша бізге де тиіп жатыр. Соғыс демекші Зеленский ақыры қасжауымен кездесуге дайын екендігін мәлімдеді. Егер соғысты тоқтату ережесі Украинаның ұсыныстарын ескерсе әрине, ал батысқа не Киевке ядролық қару беруді не НАТО-ға мүшелікке алуы қажет деп кесіп айтқаны бар. Бұл тәуелсіздіктің кепілдігі болуы тиіс дейді Зеленский. Әзірге тараптардың қашан кездесетіні белгісіз. Егер тараптар бір үстел басына жиналамыз десе, Швейцариядан өзге Қазақстанда өз алаңын ұсынуға дайын екендігін мәлімдеген. Бірақ ядролық қару туралы айтылып жатқанға қарап, соғыс биыл тоқтайды дегенге сену қиын сияқты. Әкесі қаңтар оқиғасы кезінде оққа ұшқан анасы жол апатынан марқұм болды. Алматыда шетте 4 бала жетім қалды. Шыны керек, жүрегінде қан жылататын жағдай көбіміз білмеуіміз мүмкін. 2022 жылы қаңтар қырғынында қаза тапқан 238 адамның бірі Еркебұлан Сыбықбаев. Ол кезде бақбеттеріне оның әйелі Сая Есенгелді сұхбат беріп, күйеуіне оқ президент резиденциясы маңында тигенін айтқан тұғын. Бұл жайында туыстары басында білмеген, 3 күннен соң реанимацияда жатқан жерінен тапқан. 17 қаңтарда Еркебұлан ауыр отадан кейін қайтыс болған. Анасын жұмыстан әкелуге шыққан азаматтың көлігі қаланың басқа шетінен, ал жараланған денесі бүлік шығып жатқан аймақтан табылған. Бұл қалай деген сұрақты көтеріп, сүйікті жарын кім өлтіргенін анықтау үшін Сая адвокат жалдамақ болған, бірақ ақшасы жетпей, бәрі жарты жолда қалып қойған. Комада жатты, сол күйі көзін ашпады. Бірінші рет операция жасалды, біз тапқанға дейін жасалған екен. Оқты алып тастадық та сол кезде. Одан кейін екіншісін біз тапқаннан кейін тағы да екінші операция жасалды. Ішіндегі сүйек нелерін, жамбас сүйектері шашылып кеткен екен, соларды тазаладық, іштен қан кетіп жатыр деп. 12 күннен кейін больницаға хабарласып, кешкі 6-ларда хабарласып, сол жердегі негелерге біліп едік, 6:30-дарда қайтыс болған, больницадан хабар келді, қайтыс болды. Міне енді арада 3 жыл өткенде марқұмның жары Сая Есенгелді де қайтыс болды. Келіншек 4-ші ақпанда көлік апатына түсіп, сол жерде тіл тартпай кеткен. Артында еңіреп 4 баласы қалды. Күйеуі қаңтар оқиғасы кезінде қаза болғанда Сая 4-ші баласына аяғы ауыр болған. Отбасы пәтер жалдап тұрған. Асыраушысынан айырылып, күн көруі қиындағандықтан Сая күндіз курьер, кешке таксист болып жұмыс жасаған. Сондай сәттің бірінде апатқа ұшыраған, қаза болған қаңтаршының әйелін туыстары 6-шы қаңтарда ақтық сапарға шығарып салған. Күйеуі Еркебұланның қасына жерленді. Соңғы уақытта келіншек марқұм күйеуін сағынып, бір күні қасына келетіндей сезініп жүргенін айтқан еді. Ақша жетпей жатыр, жеткізе алмай жатырмын, квартира бар, кредитім бар, машинаның кредиті бар деп. Сөйтіп айтқан, сол кезде айттым, мен барақ ертең 5 акиматқа барайық, сұрайық деп бардық, сұрадық. Сол кезде бермеген квартирасын бүгін таңертең әкеп тұр екен оңбағандар.
Соны қайдан шығарды 2 күннің ішінде сол резервта жоқ болса? Осыдан тура 1 ай бұрын қаңтар оқиғасында туысы қайтыс болған азаматтар жиналып Алматы әкімдігіне Саяның жағдайын айтып барған. 4 баласымен өзгенің есігін сығалап тентіреп жүрген келіншекке үй беруді сұраған. Бірақ оның қаңтар оқиғасынан қаза тапқан басқа да азаматтар сияқты Қазақстан халқына қорынан көмек ақша берілгенін желеу етіп, әкімдіктегілер қолдау көрсетуден бас тартқан. Қордан марқұмдардың отбасына 7 миллион теңге берілген дейді. Бірақ 7 миллион теңгеге тұрғын үй сатып алу мүмкін емес екені түсінікті. Жақында тұрмыш, көрейік сізді де. Ата-аналар Сая көрсінші сізді. Міне, келгенен неге Саяға көп балалы ана, жесір, ешкімі жоқ. Бұның өзі жалғыз, бүкіл үйге күн түн ұйықтамай жұмыс істейді. Тыңдайды, міне, үй жоқ, квартирада тұрайды, квартирада айламайды, балалардың продуктысы бар, памперсі бар, дәрі-дәрмек бар, олар ауырады. 4 баланы бағу оңай емес. Қош дәрі-дәрмек киім-кешек бір нәрсе бар. Ең бастысы мәселе үй ғой, спонсор тауып, осы спонсор қарастыруға болмай ма? Құдай акиматқа қаратпасын, Құдай өкіметке қаратпасын. Мен өмізім бұрын естіген кезде өсіп чырылдап әйелдер шықса таңғалатымын. Қазір енді өз басымызға түскен кезде енді қазір ғана көріп отырмын. Бұл жерде өкіметте адам өлу керек. Өлген кезде ғана береді. Еркебұлан мен Саяның 4 баласына марқұмдың туыстары қамқорлығына алған. Дегенмен туған ана мен әкенің жылулығына бәрібір жетпейді. Саяның жаназасынан кейін бір топ қаңтарда туысы қаза тапқан азаматтар Алматы қаласының әкімдігіне барған. Бірақ сағы сынғандарда онда сағынып күтіп отырған адам жоқ. Пәтер жалдап күнін көре алмай отырған Сая сияқты отбасылар көптеп ақжағалылар бәрін кері қайтарады. Сөйтіп енді Сая қайтыс болғаннан кейін бұл отбасыға жетім қалған 4 балаға Қазақстрой құрылыс компаниясы 3 бөлмелі пәтер бергені белгілі болды. Қазір қаңтарға қатысты көп адамның соты жүріп жатыр. Соның бірі танымал археолог Ерлан Жағыпбаров өліміне қатысты. 7 ақпанда үкім шығып, оған оқ атқан ұлттық ұланның бөлімінің тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыс жөніндегі орынбасары Айтжан Әубәкіровке небәрі 7 жыл берілді. 43 жастағы әскерге қызмет бабын асыра пайдаланып, адам өлтірді деген айып тағылған. Таяуда ғана қаңтардағы бүліктің басты ұйымдастырушыларының бірі деген көпшілікке Деке Арман лақабатымен танылған қылмыстық ортаның серкесі Арман Жұмагелдиев 20 жылға сотталғанын атап өткен жөн. Бізді тыңдайтын құлақ жоқ. Осылай деп үкіметке базынасын жеткізуге осы аптада сонау Күршім аудандағы Маралды ауылынан бір топ тұрғын Астанаға келген еді. Мақсаттары ауыл іргесіндегі алтын шығаратын зауыттың жұмысын тоқтату. Уәждеріне қарағанда кәсіпорын ауыл іргесіндегі аумақтың ойран топанын шығарған. Кесірінен жерге сулары лайланып, табиғаттары бүлініп, шетінен қирап жатыр. 2-3 жылдан бері осы Залатарлыға қарсы шығып жатырмыз. Енді суымызды лайламасын, табиғатымызды бұзбасын, ертең ұрпағымызға таза су, таза табиғат қалдырайық деп, сол үшін шырылдап, жан айқайымызды айтайық деп келіп жүрміз, бізді тыңдайтын билік болса деп. Бірақ әлі ешкім бізді қолдайтын кісі табылмай жатыр. Енді Сіздер кездестіңіздер, қандай да бір нәтиже бар ма? Кездестік, ешқандай нәтиже жоқ, бәрі сотқа беріңдер дейді. Сотқа беріңдер? Иә. Сотқа бердіңіздер ғой сіздер? Сотқа да бердік, тағы беріңдер дейді. Енді қандай дәлелдерін бәрін айтып жатыр, бірақ ешқайсысы сенім жоқ болып тұр. Өздерің күресіңдер, сендерге керек, табиғатта, суда бізге керек жоқ дейді. Екі депутатпен кездестік, министрлік, су министрлігі, экология министрлігі, бүгін де міне кездесіп жатырмыз. Бірақ та енді бізді тыңдайтын құлақ жоқ, еститін құлақ жоқ. Енді барлық дәлелімізді алып келгенбіз осында. Сол ана Маралтының ең биік тауының үстінде цианид уын қосып алтын өндіретін фабрика салынып жатыр, өте қауіпті. Енді соны қарасаңыздар, тексерсеңіздер, оның астынан су шығып жатыр, жан-жағының бары бұлақ. Сол бұлақтардан мына Ертіс өзені құралады деп, соның барлығын енді қара сөзбен де айттық, дәлелдепті, құжаттарымызды да көрсеттік. Бірақ енді соның барлық түйіндісі, енді біз не істейміз енді? Біз міне осы жерде отырмыз. Жақсы, анау ауылда зауыт істеп тұр ма сонда? 26 ноябрьде ашылды деп айтылды. Істеп тұр деп
істеп тұр деп енді естіп жатырмыз Ұзынқұлақтан. Бірақ та енді ары қарта нәтижесін, енді осы жолы өзім барған болатығым үстіне, расында да журналистермен. Сонда ішіне кіріп көрдім. Оны енді видеоға түсірейін деп телефонымды көтеріп едім. Телефонымды көрсетпей тастады. Содан мен сұрадым, енді алтын бар ма, алтын шығып жатыр ма, міне неше ай болды істеп жатырсыңдар ноябрьден бері десем, алтын жоқ, накопительдерде тұр деген сияқты. Сондай жауап алдым. Сыртына шықтық, дамбысын көрсеттік, биік таудың үстіне үлкен дамбы қойып, сол жерге руданы үйіп, цианид уымен улап жатырмыз деп айтты өздері енді. Цианид қосып жатырмыз деп. Содан енді халық судың бойындағы өте қорқынышта. Жарылыс болғанда өзі үйлеріне тас та құлаған екен, стендері де жылжыған екен. Қазір енді іштері де өтіп жатыр дейді, басымызда ауырады дейді. Енді ол қай жақтан кеп жатқаны белгісіз, енді мен оған дәлелім жоқ. Халықтың айтуы бойынша айтып отырмын. Мәжіліс үйінің алдына келген маралдықтар кездестік деген екі депутат Ермұрат Бәпи мен Ерлан Сайыров екен. Екеуі құзырлы органдарға қозғау салып комиссия жібереміз деп уәде берген. Бірақ Қазақстанда жерасты байлықтарға шетінен олигархтардың иелік ететінін ескерсек, депутаттар уәдесінің орындалуына екі талай дейді. Жасыратын несі бар, бұл шындық. Ал маралдықтардың талабы зауыт жабылсын болды. Енді бүгін айғайлап жүр, кеше су министрлікпен министерство экологиямен кездестік. Енді бұл жерге МПС-тің Шарлапаевтың нелері келген жоқ. Зауыт жалпы өте қауіпті жерде салынып жатыр. Сол енді қанша астында су шығып жатыр, соның бәрін дәлелдерін көрсетіп, қызыл кітапқа енген өсімдіктер бар. Соның бәрін көрсетіп жатырмыз, бірақ ешқандай ешкім құлақ аспай тұр. Сол. Талап жөнінде айтыңыз. Талап жабылсын зауыт. Зауыт жабылсын болды. Маралдыдағы жергілікті халық пен золотарь алтын өндіруді көздейтін компания арасындағы дау бірнеше жылдан бері жалғасып келеді. Тіпті 2023 жылы шілдеде екеуара теке-тірес қан төгіске ұласа жаздағаны бар. Ұлыс медиа редакциясы сол кезде Маралдыға барып репортаж жасаған-ды. Мәселені шешу үшін ауылға облыс әкімін Ермек Көшербаев та жауапты министрлерді де шақырған. Бірақ әне-міне келеміз деген шенділер ақыры келмеген. Тек ортанқол ақ жағалыларды ғана жіберіп, нәтиже болмаған соң маралдықтар президентке үндеу жолдаған. Маралдықтар алтын шаятын қоспалар экологияны ластап өзенді былғайды. Өндірісті қолданатын цианид халықтың денсаулығына кері әсер етеді деп есептейді. Ал компания басшылығы оны жоққа шығарып, жұмысты талапқа сай істедік деп отыр. Маралды ауылының іргесінде Маралича және Маралича Голд деген тау-кен кәсіпорындары жер қойнауын барлап, Бикам Продакшн компаниясы сол жерге алтын өндіретін фабрика салуды көздейді. Компания иелерінің бірі кәсіпкер Айдын Рамазановтың Шығыс Қазақстан облысының әкімі қызметінен таяуда босаған Даниял Ахметовтың ұлымен бизнес серіктес екенін анықтаған. Демек тағы да қолы ұзындылардың дегені жүріп тұр. Ал үкіметке базынасын айта келген маралдықтар тыңдар құлақ таппаған соң сағысынып үйлеріне кері жетті. Міне бұл бүгінгі жаңа Қазақстанның дегенінің кейпі. Ескіден ешбір айырмашылығы жоқ сияқты. Жомарттық па әлде ұртоқпақтың күшіме? Қазақстандағы ең ауқатты адам, кәсіпкер Тимур Құлыбаев үкіметке $1 миллиард қайтармақшы. Қазір келіссөз жүріп жатқанға ұқсайды. Мұндай ақпаратты анау-мынау емес, батыстағы ең беделді басылымның бірі Bloomberg агенттігі жариялады. 5 ақпан күні шыққан ақпаратқа қарағанда кәсіпкер Қазақстанның билігіне осы $1 миллиард сомасындағы ақшаны қаржылай күйде және басқа да активтер инвестиция ретінде қайтармақшы. Егер Құлыбаев мемлекетпен келісімге келсе, $1 миллиард активтің бір бөлігін ақшалай, қалғанын инвестиция түрінде қайтармақшы делінген Bloombergте. Ол мақалада бұл оның кінәсін мойындайды дегенді білдірмейді. Оның үстіне Құлыбаевтың өзі активтерді қайтару деп атауға қарсы екен. Кәсіпкердің ресми өкілі ашық мәлімет беруден бас тартқан. Десе де, осы жылдар бойы жинаған тергенді қайтару $1 миллиард
доллар. Бұл теңге емес, 1 миллиард теңге деген ақша, енді бұл шексіз үлкен қаражат екені. Бір бөлек әңгіме, бірақ енді бұл ақшаның қайда жұмсалатыны, кімнің қалтасына кететіні, ол ақшаның экономиканың қай бөлігіне, қай саласына кететіні, ол әрине екінші мәселе. Ал Bloomberg мақаласынан бір күн бұрын, яғни 4 қаңтарда бас көлік прокуратурасы 2024 жылы кәсіпкер Тимур Құлыбаевтың бақылауындағы компания мемлекетке 54 нысанды өткізгенін хабарлады. Олардың қатарында Cyprus Joint Technologies арқылы бақыланатын Тек Қазақстан компаниясы бар. Еске салсақ, бұған дейін активтерді қайтару комитеті Тимур Құлыбаевпен соттасып жатқанын айтқан. Қаржы есебіне қарағанда 2023 жылы меншігінде болған Joint Resource Holding 39-да 1 миллиард теңгеге таза пайда тапқан. Холдингтің негізгі қызметі активтерді басқару. Компанияға 7 еншілес компания тікелей тиесілі. Олардың арасында Қазақстан Mineral Resource Investment Company және Шұбаркөл премиум мен оның түрлі еншілес кәсіпорындары бар. Бұдан бөлек кәсіпкердің меншігінде Халық банк, Қазақстан Almex холдингі және әйелі Динара Назарбаевамен бірге басқаратын Almex Plus және Almex проект фирмасы 100% акциямен Joint Resource құрамындағы Каспий нефть, 51%-дағы үлесі бар Crystal Management коммерциялық нысандарды жалға берумен айналысатын Mercury Properties компаниясына Алматы, Астана, Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент және Дубайды қосқанда 1 миллион шаршы метр аумақты қамтитын ғимараты тағы бар. Forbes-тың былтырғы Қазақстандағы ең бай адамдар тізімінде әрқайсысы 5 миллиард доллармен Құлыбаев пен оның әйелі Динара Назарбаева екінші орында тұр. Жаһандық рейтингте бұл кісілер 612 орында. Құлыбаев 2022 жылы қаңтар оқиғасынан кейін кәсіпкерлер палатасының төрағалығынан кетті. Содан бері бірнеше активті қайтарып үлгерген. Қатарында 49% акциясы Қазмұнайгазға қайтарылған, Петрол компаниясы мен Атыраудағы сұйықталған газы сақтау паркі болған. Қазақмыс Нұрсұлтан Назарбаевқа арналып ұшақ сатып алды ма жоқ па? Қазір қоғам арасында осындай сұрақ туындап жатыр. Оған түрткі болған ресми емес ақпарат беттерінде тараған мына бір жаңалық. Онда экс-президент шахтерлар жұмыс жасайтын компанияның ақшасына жеке джет сатып алды делінген. Айғақ ретінде Қазақмыстың Швейцариялық компаниясымен арада жасаған келісім шарттарының көшірмесі көрсетілген. Джеттің құны 83 миллион долларға шыққан. Сатып алу рәсімі 2021-2022 жылдар аралығында жүргізілген. Бірақ ақпараттың шыққаны сол екен, Қазақмыс шұғыл мәлімдеме жасап, бәрі жалған, қып-қызыл өтірік деді. Қазақмыс корпорациясы ешбір жеке тұлғаға әуе кемесін сатып әперген жоқ. Әуе кемесін сатып алу тек компанияның өндірістік қажеттіліктерімен байланысты. Мұндай келісім туралы кез келген мәлімдеме негізсіз және қоғамды жаңылыстыруға бағытталған. Біз бұқаралық ақпарат құралдарын және әлеуметтік желі қолданушыларын таратылатын ақпараттың шынайылығын мұқият тексеруге және расталмаған деректерді жариялаудан бас тартуға шақырамыз. Қазақмыс корпорациясы ашықтық қағидатын ұстана отырып, өзінің негізгі қызмет аясындағы жұмысын жалғастыратынын айтқан. Желті соқпаса, шөптің басы қозғалмайды дейді ғой. Кім білсін, 2019 жылы президенттіктен кеткен Назарбаев көпшілік арасында нөмір 1 борт атанған Airbus 330-233 ұшағымен қатынап жүрген. Оны 2010 жылы президент басқармасына қарайтын Беркут мемлекеттік авиакомпаниясы 110 миллион долларға сатып алған. Биліктен кетсе де Назарбаев ұшақты қайтармаған, тек 2022 жылы нөмір 1 борт мемлекет меншігіне өтті деген ақпарат тарады. Оған дейін Тоқаев 2013 жылы шығарылған шағын фюзеляжды Airbus 321-211 мен қатынап келген. Дегенмен экс-президенттің жасырын ұшағы бары анық және оған Қазақмыспен тікелей байланысы бар, енді айтпаса да түсінікті. Әйтпесе қаңтардан кейін тығылып Дубайдағы бала-шағасына бір емес 2 мәрте Путинге немен барып келуі мүмкін. Егер Флайарстандағы эконом-классқа отырса, бәріміз естейтін көретін едік. Ал Қазақмысқа келсек, Forbes дерегінше, оның 2024 жылғы таза табысы 402 миллиард теңге болған, яғни 83 миллион доллар шығындап, ұшақ алуға жететінде қаражаты бар компания, және бұл компанияға Назарбаевтың қатысы барын барлығы біледі. Қазақстан жерасты байлығының тең жартысына иелік етеді. Негізгі акционерлері 70% үлеспен Владимир Ким, 30% үлеспен Эдуард Огай деп айтылғанымен, бейресми ақпарат бойынша Қазақмыстың шын қожайыны экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев.
Сатира қылмыс емес деген үшін бейбіт жиын өткізу тәртібін бұзды деп айыпталып, 15 күнге қамалған қоғам белсендісі әрі журналист Әсем Жапышева 4 ақпанда бостандыққа шықты. Ол 20 қаңтарда Қазнеws 24 сатиралық паблигінің авторы Темірлан Енсебекті қолдап пикет өткізген еді. 2 апта бақтыда жатып шыққан журналисті достары мен жақындары күтіп алды. Жапышева биліктің бұл әрекетін сөз еркіндігін шектеу деп есептейтінін мәлімдеді. Үстіне сатира қылмыс емес деген жазуы бар жейде киіп алған. Сот онлайн өтті, ол заңсыз. Мен оны толықтай айталам. Бұл жерде карантиннен бастап бұларға заң онлайн сот деген күшті болды. Біз сотты 1 минутта 3 минутта өткізеді, адамдар жауап салады. Екіншіден, мен прокурорда, судьяда олар перформанс деген не екенін білмеді, сатира деген не екенін білмеді. Прокурордың өзі сатира не екенін білмей тұр, мысалы үшін, перформанс деген не екенін білмей тұр. Және де біздің бейбіт жиналыстар туралы заңымыз, ата заңымызға, конституциямызға қайшы келеді. Яғни бізде ешқандай да рұқсат беру деген болмау керек. Оны Тоқаевтың өзі айтты, бірақ заң қағаз жүзінде өзгергенмен, іс жүзінде өзгерген жоқ. Бұл жерде менің өзімнің перформансымды саяси перформанс деп атаймын өзім оны. Заңсыз деп есептемеймін, және де 15 тәулік отырып шыққанымды заңсыз деп заңды деп есептемеймін, және де мен 15 тәулік отырып шыққаным бұл толықтай заңсыз. Темірлан Енсебекке қолдау білдіріп жалғыз адам пикетіне Әсем Жапышевадан бөлек тағы 9 белсенді шыққан. Олардың 2-15 тәуліктен қамалса, өзгесі әртүрлі санатта әкімшілік жауапқа тартылып 196 мыңнан 280 мың теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттелген. Ал 18 қаңтарда Қазнеws 24 сатиралық ресурсының авторы Темірлан Енсебек әзірше 2 айға қамалды. Оған ұлтаралық араздық қоздыратын пост жариялаған деген айып тағылған. Яғни ол былтыр Қазақстандағы орыс тілінің мәртебесі туралы айтылған сөздерді сөгіп, пікір білдірген ресейлік тележүргізуші Тина Канделакиге қазақстандық рэп «Йо орыстар» деген әнмен жауап бергені үшін делінген. Әннің мазмұнында балағат сөздер болған, бірақ Алматы қалалық полиция департаментінің баспасөз қызметі Енсебектің үстінен қозғалғаны сатираға байланысты емес деп мәлімдеді. Яғни ол тұтас бір этнос өкілдерін қорлайтын, ұлтаралық алауыздық қоздыратын айқын белгілер бар материалдар жариялаған делінген. Бұған дейін International Partnership for Human Rights халықаралық құқықтық қорғау ұйымы Қазақстан билігін Темірлан Енсебекті босатсын деген үндеу жасаған. Сатиралық паблик авторының үстінен іс қозғалғанын тәуелсіз сарапшыларда сынға алды. Бірақ оны тыңдайтын әрине құлақ жоқ. Ардақты ағайын, аптадағы айтарымыз осы. Ұлыс медианың әлеуметтік желілердегі парақшаларына жазылыңыздар. Маңызды оқиғаларыңызды, айтар мәселелеріңізді біздің WhatsApp нөмірге жолдаңыздар. Амандықта жүздескенше.